Маңғыстауда оқушылар мектепке барып оқитын болды, бірақ барлығы емес. Атап айтқанда бастауыш сынып оқушылары 3-ші тоқсанда кезекші сыныптарда оқуын жалғастырады. Ал 9, 11 және 12-ші сынып оқушылары аралас форматқа көшеді. Әр сыныпта 15 баладан аспайтын кезекші топтар құрылады. Бұл туралы бүгін Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте Маңғыстау облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Гүлмира Мамаева мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Дәметкен Саматқызының бейнематериалында. Бітіруші түлектердің офлайн өтетін сабақ кестесіне орыс тілі мен әдебиеті, қазақ тілі мен әдебиеті, шет тілі, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарихы пәндері кіреді. Бұл пәндердің 70%-ын құрайды. Қалған 30%, яғни информатика, өзін-өзі тану, дене шынықтыру, құқық негізі пәндері қашықтан оқытылады. Айта кету керек, мектептерде икемді сабақ кестелері жасалып, сабақтар арасындағы үзіліс әр сынып үшін әртүрлі уақытта ұйымдастырылады. Сабақ ұзақтығы 40 минуттан аспайды, үзіліс уақыты 5 минут. Біздің қазіргі алдын ала есебіміз бойынша 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныптардың 86%, яғни 77 мыңнан аса оқушы, 86% дәстүрлі форматта оқытуға, яғни кезекші сыныптарда оқуға өздерінің өтініштерін білдіріп отыр. Сонымен қатар 9-ші, 11-ші сыныптардың оқушылары бұлар енді мектепті бітіруші түлектер болғандықтан 9-ші сыныптан кейін бұл оқушыларымыз техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына немесе жоғарғы оқу орындарына 11-ші сыныптан кейін түсуге дайындық болғандықтан, мемлекеттік емтихан болғандықтан 9-ші, 11-ші сыныптарымыз аралас форматта оқытылатын болады. Сабақ кестесін құру кезінде жоғары сынып оқушыларының жас ерекшелігі, қабілеттері мен қажеттіліктері, сондай-ақ 11-ші сынып оқушыларының жаңартылған білім беру мазмұнына көшуі және кіріктірілген сабақтарды өткізу мүмкіндігі ескеріледі. Сондай-ақ сабақтан тыс уақытта оқушылардың оқудағы олқылықтарының орнын толтыру және қорытынды аттестацияға дайындық үшін 5 адамнан аспайтын топтарда жеке консультациялар ұйымдастырылады. Бұған оқушылар қажеттілігіне қарай ата-аналардың келісімімен қатыса алады. Шешім ата-аналар мен педагогтардың пікірін ескере отырып қабылданады. Дәметкен Саматқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.